Баршаңызға қайырлы күн, құрметті супер көрермендер. Бүгін сіздерге французша еттің сочный болып, әдемі, ерекше дәмді болып шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, егер ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ең алдымен біз формамызды осылай жақсылап майлап аламыз. Шеттерінде жақсылап майлап алыңыздар. Сосын осылай алдын ала турап алған картошкамызды жайғастырып шығамыз. Мінекей, үстінен тұз себеміз кішкене. Енді осының үстінен майонезді жағып шығамыз. Осылай тегістеп шығамыз майонезді. Сосын мен фаршты жеке-жеке салмаймын. Осылай пиязбен жақсылап араластырып, оған тұз, сосын қара бұрыш салып араластырып саламын. Негізі пиязын, сосын фаршын жеке-жеке салып шығуға да болады листке. Бірақ маған осы әдіс ұнайды. Тұзын жақсылап араластырып, осылай салған. Мінекей, картофеліміздің үстіне салып шықтық. Енді осының үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Ендігі кезекте үкіштен өткізілген сәбізімізді салып шығамыз. Сәбізді кейбіреулер қолданбайды, мясо по-французскиге. Мен қолданғанды өте қатты ұнатамын, себебі сочный болып, өзінің ерекше дәмін беріп тұрады. Үстінен кішкене тұз сеуіп жүреміз. Сосын тағы да майонезбен бетін жауып шығамыз. Енді төртінші слойымызға картошкамызды салып шығамыз. Картошкаларымызды бір-бірінің үстіне қатты шығармаңыздар, себебі ол піспей қалуы мүмкін. Енді осының үстін тағы да майонезбен жауып шығамыз. Майонезді қанша көлемде қолдану өз еркілеріңізде. Мінекей, ең соңында біз қызанақтарымызбен бетін жауып, оның үстінен майонезбен тағы да жауып шығамыз. Мінекей, дайын. Енді осыны 170 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. 35 минутта пісіп шықты біздікі. Мінекей, енді осының үстін сырмен бетін жауып шығып, тағы да 5 минутқа пешке салып аламыз. Осы тағамның бір ерекшелігі иісі деген керемет, аппетитный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сочный болып, керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.